Байлар да жылайды. Екінші бөлім. Бір қарағанда мына ақбас кәрі көрінгенімен қылықтары жас баланың қылығы. Әлде бұл өте ақкөңіл немесе өте аңғал кісі. Негізі мұндай еркектерді ұнатпайтыным рас. Өйткені өз әкемнен көргенім, естігенім бар. Сенің әкең қандай еді деңіз? Біздің үйде әкенің сөзі ешқашан талқыға түскен емес. Бір ауыз айтты, бітті. Ал бізге көз қиығымен бір қарағанның өзі жетіп жатыр. Үнсіз ғана басымызды төмен салып, өз білмемізге қарай тайып тұратынбыз. Ал мына кісі мүлдем басқаша. Бәйбішенің күтіп отырмын, жолдарыңыз болсын дегені қашан. Онан бері 2 бағдаршамнан тұрып өткенбіз. Мынауың жақ ашқан жоқ. Мүлдем үнсіз. Құдды бір мылқау ма дерсің. Осындай үнсіздікпен отырып, міне қаладан да шықтық. Ал менің ойымда мынаның өзі емес, бәйбішесі. Маған оның кім екені және де не үшін менің керек екендігімді білу ғана. Мына ақбас маңызды емес. Тіпті мұнан үмітімде жоқ. Өйткені бұл менен бақандай 18 жасқа үлкен адам. Өзімнен мұншама жасы үлкен адамға қатын болғанша өлгенім артық. Ел бар, жер бар, ауылда туған туыс бар. Олардың бетіне қалай қараймын? Қысқасы, бір басында сансыз сұрақ. Дегенмен бұл менің өз ойым ғана. Қазір бәйбішені көрмегенше дөп басып бірдеңе деу қиын. Құрғыр, соңғы жылдары қазаққа жеткен суррогат деген бар еді. Сондай ұсыныс жасар ма екен? Әлде менің байыма тоқал бол дер ме екен? Бірақ бұлар неге мені таңдады екен деймін. Әлде ескі таныстарым болып шықпасын. Мүмкін мені сырттай танитын да біреулер шығар. Бірақ ол мүмкін емес қой. Мен мына адамды өмірімде алғаш көріп тұрмын емес пе? Ал енді не болса да барған соң көре жатармын. Қазірше маған бәрі жұмбақ болып қала тұрсын. Қысқасы, миымды шырмаған мың сан оймен отырып үйіне де жеттік. Міне үй саған. 3 қабатты кең сарай алдына ақбас тоқтағанда есікті ашып түспекші болғам. Сонда ғана мына сорлыға тіл бітті. Түспей-ақ қой, отыра бер дейді. Неге, үйіңізге жетпедік пе не деймін? Мен оған таңырқап. Жеттік қой, бірақ көлікпен кіре саламыз. Отыра бер деген ақбас қайтадан рөлге жармасты. Сол кезде алға қарай мен де көз жүгірттім. Құрсын, тап қазір жабық тұрған қақпа өз-өзінен жоғары қарай көтеріліп ашылып барады. Сонан көп өтпей көлік сиятын жол пайда болды. Ал көлікті тізгіндеген ақбас болса, сол жолақпен ішке кірді. Мәссаған, міне байлық. Алла тағалам пендесіне берем десе үйіп төгіп бере салады екен ғой. Мен негізі мына ақбастың жай жүрген адам емес екенін о баста білгенмін. Өйткені қыр соңыма түсіп қырындап жүргенде шатаспасам бірнеше көлікпен келген. Бір күні ақ көлікпен келсе, бір күні қара түсті көлікпен келетін және сол көліктер әртүрлі екенін білемін. Ал біз келген мына көлік тіпті басқаша. Қысқасы, біз даңғырадай аулаға кіріп тоқтадық. Құдай-ау, мына жерде не жоқ дейсің? Анадай да ай сәулесімен шағылысқан көлшік жатыр. Ал мына жерде қызылды жасылды гүлдер жайқалып тұр. Сондай-ақ балалар ойнайтын алаң өз алдына тағы бар. Осылайша аулаға тоқтаған көліктен аяғымды қорқа басып сүйретіліп түстім. Ал ақбас болса менің қолымнан ұстап есікке қарай беттеді. Кенеттен сол есік ашылып, ішінен әйел кісінің сүлбесі көрініп бізге қарсы жүрді. Бұл мен күткен бәйбіше болса керек. Басына орамал тартқан ұзын бойлы келіншек сатыдан төмен түсіп келеді. Міне анық көрініп те қалды. Шам жарығымен жүзіне қарауға тырыстым. Сондағы ойым таныс болса екен деймін. Алайда танысыма ұқсамайды. Тіпті ешқашан көрмеген мүлдем бейтаныс келіншек жақындап келді де қапсыра құшақтап бетімнен сүйді. Содан азын аулақ аман саулықтан соң үйге кір дегендей ишара білдірді. Әрине, менің енді үйге кірместен басқа амалым жоқ. Соңынан еріп отырдым. Ал үйге кіргенде құдды бір хан сарайына кіргендей күйге түстім. Өйткені осы жасыма кеп мынадай үйді көрмегенім рас.
тіпті көру түгел мың ұйықтап түсіме де кірмепті. Бір қызығы, сол міне осының бәрі түсімде көргендей көз алдымнан өтіп жатты. Шынымды айтсам, сол сәтте бұл менің не өңім, не түсім екен анық аңғара алмадым. Әйтеуір жұмбақ келіншектің айтқанын бұлжытпай орындай бердім. Сонымен не керек? Ұзын залды қуып отырып, қонақ бөлмеден бір-ақ шықтық. Үлкен бөлменің қақ ортасында дөңгеленген үлкен үстел тұр. Оны айнала қоршап қымбат отырғыштар қойылыпты. Ал дастархандағы түрлі түсті тағамдар көздің жауын алады. Құдай-ау, не жоқ дейсің? Мына үстелдің үстінде құс сүтінен басқаның бәрі бар. Қатты таңғалғаным рас. Сонда бұл менің құрметіне екен деп ойлап үлгергенім жоқ. Ұялма сіңлім, киімдеріңді шешіп, емін-еркін отыра бер. Мына үйді өз үйіңдей көргейсің деген келіншектің даусы ойымды бөліп жіберді. Ал мына келіншек болса сөзін жалғастырып жатыр. Бұл үй біздің үйіміз. Осы үйде Сәкең екеуміз ғана тұрамыз. 2 қызымыз бар, бірақ олар шетелде оқиды, сонда тұрады. Олар жайлы Сәкең айтқан шығар, дейді соңымыздан кіріп келген Ақбасты көрсетіп. Тіпті осы Ақбастың аты кім еді? О да есімнен шығыпты. Өйткені номерін жазып телефоныма сақтамағанмын, бірақ жатқа білетінмін. Мына келіншектің Сәкең дегеннен соң ғана есіме түсті. Иә, есіме енді түсті. Бұл Ақбастың аты Сәкен, менімен солай деп танысқан. Өзі сырт көзге сылбыр басқан біреу сияқты көрінгенімен негізі ширақ адам екен. Тек қой аузынан шөп алмайтын момындығы көрініп тұр. Бірақ тап қазір мені қызықтырып тұрған бұл адам емес. Мені қызықтыратын мына келіншек. Өйткені құпияның бәрі осында боп тұр ғой. Не болса да ұсынысын тыңдайын деп үстелге отырдым. Ал оң жағыма кеп отыра кеткен келіншек шәй құйып ұсынып жатты. Осылайша өмірімде көрмеген бейтаныс келіншекпен дастархандас боп таныстығымыз басталды. Қайдан боласың сіңлім, қай жақтың қызысың, дейді мына келіншек күлімдей қарап. Жезқазғандікімін әпке, дедім. Медколледжді бітірдің ғой, әлде высший ма, дейді қайта сұрап. Жоқ, высший емес, колледж бітірдім, қазір жұмыс істеп жатырмын. Алла қаласа жоғарғы оқуға түсіп высший алғым келеді, дедім. Осыдан соң шәйдан ұрттап алып біраз ойға кеткен келіншек сұрақты үйіп төкті. Қысқасы, отбасым жайлы, тіпті жақсы көретін жігітім бар жоғына дейін сұрап шықты. Бір қызығы, осы сұрақтардың бәріне мен мүдірмей жауап бердім. Осылайша бас аяғы жарты сағаттың ішінде танысып тастадық. Ал енді менің бұл келіншектен ең басты ұсынысын естігім келді. Сол үшін де үсті-үстіне сұрақтарды өзім жаудырдым. Өйткені маған ең маңыздысы сол. Асықпа сіңлім, тамақ жеп шәй ішіп алайық. Түн ұзақ қой, ол жайлы сөйлесе жатармыз. Бұл өзі бір ұзақ әңгіме. Ал бізде уақыт деген жетеді. Менің саған қазірше ұсынысым мынау. Сен анау қаладағы пәтеріңді таста да біздің үйге келіп тұр. Маған көмектес, сосын құжаттарыңды бер. Мен сені жоғарғы оқу орнына түсіріп өзім оқытамын. Бірақ медицина саласында оқытамын. Өйткені мен өзім де медикпін. Сонау Мәскеу қаласында оқығанмын. Ал Сәкең ветеринарияны бітірген. Екеуміз практикада жүріп танысқанбыз. Үйленгенімізге міне 20 жылдай болып қалды. Қыздарымыз бар, олар жайлы айтқанмын. Егер осы ұсыныстарыңды қабыл алсаң, онда менде арман жоқ. Тіпті күн ертең өлсем де өкінбеймін. Әрине, сен тап қазір мені танымайсың, ал мен сені сырттай танимын. Өйткені мен сен істейтін емхананың 1 жылдан бері тұрақты пациентімін. Айда бір барып ем қабылдап тұрамын. Мен сені өткен айда барғанымда көрдім. Ал екінші барғанымда таппадым. Содан сұрастыра бастадым. Әрине, сені табу маған еш қиындық тудырған жоқ. Сонда да еркектің аты еркек қой деп Сәкеңнің өзін жібердім. Содан міне сен екеуміз жолықтық. Шынымды айтсам, Құдайдың осы күнге аман есен жеткізгеніне қуанамын. Міне сіңлім, қазірше менің бар ұсынысым осы.
қабыл алсаң отбасымның бір бөлшегіне айналуың әбден мүмкін деп барып бір-ақ тоқтады. Енді мен мына сөзге не дерімді білмей қатты састым. Отбасымның бір бөлшегіне айналуың мүмкін дейді. Ол қалай сонда? Сіңлісі болып жүре берем бе? Әлде мына Ақбастың тоқалы болам ба? Қызық ұсыныс екен. Мен негізі осы жайлы ашып сұрамақшы болғам. Алайда мына келіншектің көзінен үзіліп жатқан тамшыларды көргенде сеспей қаттым. Бұл неге жылайды екен? 4 құбыласы түгел қатын ғой. Қыздары шетелде оқып, шетелде тұрса, өзі мынадай үйде тұрса, не арманы бар сірә? Бірақ адамзат байлыққа тойған ба? Байлар да жылайды дегені рас екен ғой. Айтқанындай, біздің аурухананың тұрақты пациентімін деді ғой. Демек денсаулықтың бір кемшілігі бар. Мүмкін ұл сүйсем деген арманы бар шығар. Бірақ ондай арманы болса маған неге айтады? Әлде мені жас қыз деп ойлады ма екен? Қысқасы тағы сол. Сұрақ көп, бірақ жауап жоқ. Ал менің үйімде тұр деген ұсынысы ол жақсы ұсыныс әрине. Енді өзім оқытамын дегені бәрінен де асып түсті. Мұндай мүмкіндік миллионнан бірге бұйырар. Мүмкін менің де басыма бақ қонғалы тұрған шығар. Не десем екен? Қысқасы басым қатты. Бүгінше пәтеріме қайтайынша ертең көрермін деп орнымнан тұра бергенімде көзінен жасы төгілген келіншек құшақтай кетті. Сіңлім, отыршы. Бүгін біздің үйде қалшы. Таңертең жұмысың болса, сәкеңнің өзі жеткізіп тастар. Тек кете көрмеші деп жалына бастады. Ал енді мына келіншекті қалайша қиып кетейін? Оның үстіне ертең маған демалыс. Пәтерде жатып түске дейін ұйықтағаннан басқа не істеймін? Онан да осы үйде қалмадым ба деп келісімімді бердім. Осылайша жақында ғана қалаға келген менің өмірім 2 айда 180 градусқа өзгеріп шыға келді. Жалғасы бар.